жедел хабар Диана Скатова өзінің жеке өмірі жайлы айтып берді. Сәлеметсіздер ме? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Диана Скатова сұхбаттарының бірінде өзінің жастық шағында бала кезінде өте томпақ беті семіз болғанын айтып берді. Және де оған қойылған сұрақтардың бірінде Диана Скатова мен жас кезімде тәртіпті болдым. Иә, ондай бұзықтықтар қылдым, бірақ мен ол кезде кішкентай болғам, қазіргі жастар ерте есеюді қалайды деп айтып кетті. Және де Диана Скатова өзінің жұмысы үшін басқа арманынан бас тартқанын айтып өтті. Менің өз оқыған салам шығыстану, бірақ оған қарама қарсы бағытта жұмыс жасауды таңдадым. Барлығы балалық шағында арманы журналист болу, мен де сол арманым балалық шақтан пайда болған деп айтып өтті. Иә, журналист саласы өте ауыр депрессия болады, бірақ мен бұны өзім қаладым. Бұл журналист болу үшін мен магистратураны да оқымай тастап кеткенмін, деді. Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.